Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздермен менің веб-каналымдағы шаблондардың сборкасын жасайтын боламыз. Егер веб-канал жайында ақпарат керек болса, онда астындағы комментарийді оқысаңыздар болады. Дәл осы видеода менде фотобумаганың қалыңдығы 200 грамм. 200 граммнан жоғары фотобумагаға шығара берсеңіздер болады. Фотобумага односторонняя глянцевая немесе двухсторонняя глянцевая алсаңыздар болады. Односторонняя глянцевая келе береді. Міне, глянцевый жағына шығарып алдым. Енді қазір барлығын линия бойынша қиып шығатын болам. Ровно линия бойынша қию керек. Міне мен шаблонымды қиып алдым. 1А4-да 2 штук болады. Сондай, получается 1А4-да 2 бомбонерка. Енді қазір беговкасын жасап жатырмын. Обязательно беговка жасаймыз. Өйткені беговкаңыз дұрыс болмаса, онда шаблоныңыз құрастырылмайды. Обязательно беговкаңыз дұрыс болу керек. Сол кезде сіздің шаблоныңыз жақсы майысады. Енді қазір жоғарғы жақтан астына қарай канцелярский ножбен қатты баспаймыз. Қатты бассаңыз сіздің қағазыңыз жыртылып қалады. Беговка жасап болғаннан кейін қазір барлығы майыстырып шығасыз. Міне именно сызықтар уже көрініп тұр, қай жерден екенін. Міне майыстырдым. Енді қазір біз оны соединять етеміз. Қазір дыроколмен біз былай тесіп шығамыз. Бір-біріне соединять еттім да, и былай тестім, сол тесіктері бірдей болу үшін. Енді қазір двухсторонний скотчты аламыз, немесе клейді аласыз. Двухсторонний скотчпен де жұмыс істесеңіз болады, тонкий. Немесе осындай клей. Клейіңіз осындай сулы болып тұрса, тез жабысады, чем белый клейдан қарағанда. Енді қазір міне до конца осы жерінде клейлеймін, өйткені ана шетімен ол жабысады. Міне осылай клейледім бір-біріне. Енді қазір размерін айтайын, былай санағанда 9, ал былай төбесінен санағанда 10 см 9×10. Міне енді қазір астыңғы жағын сборкасын жасаймыз. Міне 2 шүкір жері болу керек. И мына шет осындай. Міне шаблонымды жабыстырып болғаннан кейін осылай ортасын ашамын да. Мынау шетін түсірем, біріншісін. Екеуін былай түсірем. Міне 2 крылышкасын ішіне бүйтіп кигіземіз. Шаблоныңызды дұрыс кессеңіз, онда дұрыс шығу керек. И мынаны осы жаңағы біріншісінің ішіне саламын. Қолымды ішіне салып, кішкене дұрыстап жүрем. И вот, біздің шаблонымыз осындай болып шықты. Ішкі жағы осындай. Ішіне примерно 2-3 конфет сияды. Үштен көп сыймайды, өйткені іші кішкентай. 2-3 конфет салсаңыз, уже іші толып қалады. Міне. Енді қазір ленточканы өткіземіз де, бантик ретінде обычно байлай саламыз. Міне енді біздің шаблонымыз полностью дайын. Тек қана артық жерін қайшымен кессеңіз болады, немесе осылай ұзын қылып қалдырса да болады. Бұндай шаблонға, мысалы, ислам бесік той, бір жаз, 40-нан шығару деп өздеріңіздің қалаған текстіңізді жазсаңыз болады. Бұл шаблон менің веб-каналымда бар. Веб-каналы жайында толық ақпарат осы видеоның астында қарай аласыздар.